Сәлеметсіздер ме, құрметті әлі қазылар алқасы. Біздің ғылыми жобамыздың тақырыбы Абай Құнанбаев шығармаларындағы адамдың мінез ерекшеліктері. Жұмысты орындаған Әбдікерім Божанайта және Сұлтанғалиева Мира. Жобамыздың мақсаты Абай Құнанбаев шығармаларындағы адам, халық мінезін сипаттаудағы ақындық ерекшеліктерін зерттей отыра, мінсіз мінез моделін ұсыну. Зерттеу нысанына Абай Құнанбаев шығармаларының 2 томдық жинаған 16 өлең алынды. Біздің болжамымыз бойынша ақын шығармаларында адам, жігіт, бозбала, ер адам әртүрлі әлеуметтік топтардың мінездерінің көрінісі болады. Жобамыздың жаңалығы ақын мінездеріндегі поэтикалық тіл мен етістіктер қолданыс арқылы мінсіз мінез призмасын қарастыру. Жобамыздың ең негізгі фокусында Мекемтас Мырзахметұлының мінсіз мінез концепциясы және де Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мақаласындағы man of integrity идеялары бірге отыра көрінеді. Ақын шығармаларын саралай келе біз толық адам және единица портретін аштығы, олар саналы, жігерлі, қуатты әрекетке жұмсай білетін талапшыл болады. Тележан Исқалиев өзінің индивид пен кино еңбегінде атап кеткендей, толық адам топты көпті жерге салатын, жас болса да, қарт болса да рухани бай адам болады. Ақын өлеңдерінде мінсіз мінездің антиподы ол талғамсыз сенгіштік, надандық, желікпелік болып табылады. Сонымен қатар көңілім қайты достанды дұшпаннан өлеңінде алдағыш адамдарды ала жылан ашпақа күрделі метафорасы арқылы сарказммен бейнеледі. Ақын қолданысындағы етістік формалар біздің назарымызға ерекше аударылды. Себебі Рабиға Сыздықова атап кеткендей, етістіктер тұлғасы әсіресе авторка бойынша көп қолданылған көсемші тұлғасы ол лирикалық кейіпкердің әрекетін көрсетуге бағытталған. Секіріп шығам деп, ұрлықпен мал табам деп, ырғып түсем деп деген барлығы жағымсыз мінездері көрінісін және портретін көрсетеді. Ақындық қолданыстағы поэтикалық ерекшеліктері, мысалы, метафора мен теңеудің қатар қолданысы, эпитеттер, перифраздар және градация. Мысалға, кіші бетей үріп жүр, жағымсыз мінезді көрсететін автордың ерекшелігі болып табылады. Жобамыздың 3-ші бөлігі лирикалық кейіпкер мінезін сипаттаудағы ақын өлеңі болып табылады. Біз сіздерге оны өлеңді талқылай келе ақын Абай Құнанбаевы қолдаған және қолдамаған мінездер көрінісін көрсетемін. Мысалы, Жастықтың оты жалында өлеңіндегі достық пен ақкөңілдік, сонымен қатар ар-ұят, талапшылдық болып табылады. Ал керісінше, ақын қолдамаған мінездер көрінісі ол ергезелік, шәргез мінез. Біз ақынның өзі жолдаған өлеңдерді бірнеше әлеуметтік топтарға бөлдік. Мысалы, ол жұрт, замандас, болыс. Сонымен қатар ақын өте көп тоқталған әлеуметтік топ ол жас бала және жігіттер болып табылады. Яғни ойлаған айтпай той, ыржаң қожаң ит мінез деген тармақтардан ақынның бозбалалардың артық күлуін сынағанын көреміз және керегіз бозбалаға талап әртүрлі өнер мінез жақсы қылық деп келе ақын тағы да бозбалаларға өнер білімді насихаттайды. Қорытындылай келе жағымсыз мінездердің барлығы не үшін айтылған? Себебі оның барлығы мінезді түзетуге, көркем мінезге мотивация беру үшін қазіргі тілмен айтқанда мотиваторлық мақсатпен қолданылған. Жобада ақынның саралай келе жаһандық азамат немесе адамзаттық үлгідегі оқушы моделін құрастырдық. Сонымен біздің жұмысымызды абайтану курстарында және де рухани жаңғыру бағытындағы әдістемелік курстарда көмекші құрал ретінде тиімді қолдануға болатынына сенеміз. Қолданылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.